Қасиетті Рамазан айында әрқайсымыз шамамыз жеткенше сауап жинауға тырыстық. Ораза ұстадық, сабыр қылдық, көзімізді тыйдық, тілімізді тыйдық, садақа бердік, біреуге көмектестік. Осының бәрі сауап. Бірақ енді осы сауапты Алланың алдына дейін төкпей шешпай алып бару ең ауыр дүние. Сауаптан айыратын не нәрсе? Кісіге жасаған қиянат. Сауаптан айыратын не нәрсе? Адамның Алладан өзге нәрсеге сыйынып табынып кетуі. Сауаптан айыратын не нәрсе? Ол ғайбат, өсек. Қияметтің күнінде Алла Тағала адамдардың бәрін жинаған кезде кім кімге қиянат жасаған болса, ол сот күні болып әркімнің ақысын алып береді екен. Сол кезде кім қиянатқа ұшырап, ғайбатқа ұшырап, өсекке ұшыраған болса, әлгі өсек айтушыны, ғайбат айтушыны алдыртып, соның сауабын мына адам қалағанынша алады екен. Тіптен ол адамның сауабы таусылып жатса, әлгі қиянатқа ұшыраған адам өзінің күнәсін, өзін зұлымдыққа ұшыратқан адамға арқалатып жібереді екен. Алла баршамызды содан сақтасын. Алланың әділдігі ақыретте ғана емес, мына дүниенің өзінде көбінде жүзеге асып жатады. Жақында ғана бір бауырымыздың әңгімесін естідім. Түрмеден шығып келген екен. Сонда айтады, түрмеде бірнеше жыл жатып қалдым дейді. Бірақ кейін ойладым, осы түрмеге не үшін түстім? Осы жағдай менің басыма қалай орнады десем, мен бір адамға бірнеше жыл қиянат жасап келген екем дейді. Кейін ойласам, соның қарғысына ұшырағанымды сездім. Ол адамға қанша жыл, қанша ай қиянат жасаған болсам, сонша жыл, сонша ай түрмеде отырғызды Алла Тағала мен дейді. Кісі ақысы кісіге кетпейді екен. Осы жағдай басымнан өткен соң иманға келдім, Алланы таныдым деп әңгімесін айтып отыр. Ілгеріде бір қасапшы болған екен. Қасапшы түнімен мал сойып, қолы қанған, бір қолында пышақ келе жатса, екі төбелесіп жатқан адамның үстінен түсіп қалады. Екеуін ажыратам деп жүргенде екіншісі біріншісін пышақтап қашып кетеді. Бұл әбіржіп, асып-сасып тұрғанда басқа адамдар келіп бұны ұстап алады. Қолы қан, қолында пышақ, бұлтартпайтын айғақ бар деп, сонымен қазының алдында сот басталады. Сонымен бұны өлім жазасына кесетін болады. Енді соңғы сөзіңді айт деп тұрған кезде әлгі адам айтады: "Иә, расында мен осы жазаға лайықпын, мені өлім жазасына кесіңіздер. Бірақ мына адамды өлтірген мен емес, оны өлтірген нағыз жауызды тауып алуларыңызды өтінемін" деп сөзін аяқтайды. Ел таңғалады: "Сен өлтірмеген болсаң, неге бұл жазаға лайықпын деп айтып тұрсың?" дегенде, "Иә, мен сәл алдын ілгері уақытта қасапшылықтан алдын қайықшы болып жұмыс жасайтын ем. Сол қайықшы болып жүрген кезімде бір баласымен әйел адам мінді менің қайығыма. Сол әйелге қызығып қап, жаман ойымды жүзеге асырғым кеп, ең соңында сол баланы да әйелді де өлтіріп тындым. Бірақ оны ешкім білмеген еді, көріп тұрған, білуші болған Алла бәрібір оның жазасын далаға жіберген жоқ. Мінекей, мен осы оқиғаға ұшырап, ақыр соңында өлім жазасын мойныма арқалап кетіп бара жатырмын" деп айтқан екен. Расында қарап отырсақ, Алланың даналығы, Алланың хикметі сондай. Көбінде біз кейбір жағдайды әділетсіздік деп есептейміз, немесе оқиғаның бір жағынан ғана көреміз. Ал бүкіл әлемдерді басқарып, бүкіл тағдырлардың иесі болған Алла Тағала пенденің басындағы жағдайдың бүкіл ракурсынан, бүкіл ахуалын біледі екен. Сондықтан әрдайым қиянаттан алыс, адамға беретін зияннан барынша алыс жүруіміз керек. Бұл дүниенің өзінде кісіге өтіп кеткен қиянатымыз бен жамандық болса, ол ақыретке өтпейді. Ал енді ақыретке өтіп кеткен болса, Алла Тағала өзінің алдына келген кезде міндетті түрде оның ақысын алып береді екен. Сондықтан қиянат, ғайбат, өсек, кісінің өміріне қауіп төндіру, біреуге зұлымдық қылу деген нәрсе адамның тек қана өзіне қайтып оралатын жамандықтар екен. Қасиетті Рамазанда Алла баршамыздың күнәларымызды кешіріп, жасаған сауаптарымыздың есесін дүниеде де көретіндей, ақыретте де соның сыйын жәннат қылып алатындай жақсылықтарды баршамызға Алла нәсіп етсін.